Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығатын бауырсақ дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, іштері піскен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Жылы сүт, аздап су қосамыз, және де 1 шай қасықта құмшекер, 1 шай қасық тұз қосып, 1 жұмыртқамызды саламыз. 2 ас қасықта май құйып, дрожжымызды салып, еленген ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырамыз, бәрін бірдей салып жібермейміз. Қолға жабысатындай етіп қамыр илейтін боламыз. Қатты қылып жібермеңіздер. Бауырсағымыз жақсы көтерілмей қалады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін ыстық жерге 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Бетін жауып, орап, көтерілгеннен кейін қамырымыз, оны дастарханымызды майлап, сол жерге төгіп жаятын боламыз. Жұқа қылып жібермейміз, қолымызды майлап, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін осындай домалақ заттың көмегімен формаға келтіріп алатын боламыз. Енді ақырындап ажыратып алып, бетін жауып қоятын боламыз, тағы да 5-10 минутқа. Майымыз қызғаннан кейін видеодағыдай етіп 2-3 етін қызартып пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте дәмді әрі жұмсақ, үлпілдек. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Егер рецепттерім ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай бауырсағымыз пісті, өте жұмсақ әрі үлпілдек, жақсы көтеріліп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепттерім ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видеомды қолдап